Баршаңызға қайырлы күн достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге панкейки дайындайтын боламыз. Құрамына ешқандай сүт, май қоспай, тек жұмыртқадан дайындайтын боламыз. Құрамына 4 жұмыртқа алдым, және де 2 ас қасық қантымызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстінен ұнымызды, ванилинімізді, розетте тестамызды салып, тағы да жақсылап бір араластырып аламыз. Достар, менің каналым сіздерге ұнап жатса, пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып, міндетті түрде тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Менің каналыма қолдау көрсеткендеріңіз үшін рахмет. Ұнымызды аз мөлшерде сала отыра араластырып алдық. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай кішкентай қасықпен 4-5 қасықтай жылы суымызды құйып, үстінен тағы да аздап ұнымызды салып араластырып аламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Осылай сұйықтай болып шығады, өте әдемі болып піседі. Енді отымызды жағып, бірінші сковородкамызды майдап алып, жақсылап қыздырып аламыз. Және де кішкентай қасықпен осылай аздап, видеода көріп тұрғандарыңыздай құя отыра, екі жағын бірдей пісіріп аламыз. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай пісіп жатқан кезде міне өзі тесік-тесік болып шығады. Екі жағын аудара отыра пісіріп аламыз. Мінекей осылай кішкентай қылып пісіріп алсаңыздар болады, әдемі болып шығады, өте дәмді. Енді үстінен өздеріңіз қалауларыңызша сахарный пудра немесе мёдтарды құйып, әдемілеп әрлесеңіздер болады.